Бүгін сіздерге құлпынайдың пайдасы менен зияны туралы айтайын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдырыңыз. Көктем айының соңы бола бере, жаңа піскен құлпынай кезеңі бау-бақшада, жәрмеңке сөрелерінде сән беріп тұратыны бар. Ал осы жыл бойы күткен жидектің пайдасын білесіз бе? Құлпынай тек дәмінің тәттілігімен ғана ерекшеленбейді, оны емдік және косметикалық қолданыста да қолданады. Құлпынайдың құрамында пайдалы заттар мол және минералдың негізгі көздерінің бірі болып табылады. Онда темір, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, сонымен қатар мырыш пен мыс та кездеседі. Құлпынайдың құрамында витаминнің толық комплексі кездеседі деп айта аламыз. А, В, С, тағы да басқа антиоксиданттардың арқасында құлпынай әсері теріге жұмсақ пен серпінділік береді. Аталмыш тәтті әрі қышқыл жидекті тұтанған адамның көзіне жақсы әсерін береді екен. Жадының жақсаруына, ағзадағы айналым процесін жеделдететін пайдалы тұстары өте көп. Әсіресе әйелдерде құлпынай селюлитпен күреседі. Жидектердің ұсақ сүйектері проблемалық аймақтарда қан айналымын ынталандыра отырып, пилинг ролінде болады. Ал қышқылдар теріні ағартады және оның серпімділігін арттырады. Сондай-ақ құлпынаймен сізді артық калория алаңдатпайды, өйткені ол диета кезінде танымал өнім болып табылады. Пайдасымен қатар зиян тұстары да бар екенін айта кеткен жөн. Жаңағы айтқан дәмді жидектің құрамындағы қышқылдығы ерекшелеп тұрғанымен, зияны да дәл сол қышқылдығынан. Бұнда зиян тұсы асқазаны сыр бергендерге қатты соққы болып тиеді. Әсіресе гипертония кезінде және энапил негізінде препараттар қабылдайтын науқастарға қолдануға мүлдем болмайды. Жидектермен бірге ол бүйрекке ауыр жүк болып түседі. Сонымен қатар құлпынай күшті аллерген. Сол үшін оны мәзірге біртіндеп енгізген дұрыс. Ал құлпынайдың бет маскасын алдымен терінің шағын бөлігінде тестілеп, одан кейіннен барып толық қолдануға кеңес береміз. Құлпынай раушан гүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Кейбір мәліметтер бойынша құлпынай бүлдіргеннің 2 түрінің буданы болып саналады. Биіктігі 30-35 см, жапырағы 3 тармақты, ірі, ашық жасыл, қалың түпті. Гүл сабақтары жапырақтардан биік орналасады. Гүлі ақ, дара жынысты. Жемісі жидек, тәтті, хош иісті. Мамырда гүлдеп, маусымда жеміс береді. Құлпынай суыққа төзімді, бірақ ұзақ уақыт болатын суықта, әсіресе қарсыз жылдары түптері үсіп кетеді. Құрғақшылыққа төзімсіз, көлеңкелеу жерде жақсы өседі. Жеміс беруі бүлдіргенге қарағанда төмен. Құлпынайдың шпанка, миланская, тағы да басқа сорттары бар. Жабайы құлпынай Испания, Италия, тағы да басқа Европа елдерінде көптеп кездеседі. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруы бар адамдардың дертіне шипа. Адам косметикада бұны қолданса, оның бетіндегі сепкілдер мен пигменттік дақтарды құлпынайдан маска жасау арқылы құтылуға болады. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көргеніңіз жөн. Егер бәрі жақсы болып жатса, бетіңізге маска жасауға болады. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз дұрыс болады. Егер теріге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйіннен маска дайындау қажет. Себебі оның құрамында тері ауруларымен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды.
Уақыт өткен сайын көздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені, органикалық қышқылдар, флавоноидтер түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі.